Трибольде варанден бугунге кадар Украина тарихы. Киевде весекалы кинолейха озеранда чалышмалар башланды. Бу 8 бөлімлік сериал. Бір бөлім Украина милләті шекленмесінің айры деврене бағышланған. Тизернің бір қысмы Пироговада чықарылды. Тәфсилатлыжы Невбетті Келевхамызда. Господа граждане, селяне и селянки, подойдите, пожалуйста. Чекімлер мейданында ескі евлер, костюмлер веселя. Я зараз в цьому проекті. Мен шымды буле хада казак рөлінден. Буда менем кудам душманымны ижа етті. О Батуринге уджум әткен Меншиковның ордусындан аскери ойнай. Тизерге бір қач тарихи вақа да көрсетілежек. Лейха есе 8 қысымдан ибарет. Анда Украина мұстақилігінің шекіленув деверлері көстірілі. Дуже хочеться отримати. Сейджілер үшін мерақлы сақажы олмаған ве файдалы бір фильм олмасыны істейміз. Бұл фильм яшыларымызға Украинада олған тарихи вақаларны тақдим етме керек. Анда ескетлерден башлап 2014-2015 сенелерінде қадар юз берген вақалар керсетілежек. Сериалға аға Қардаш Капрановларның Украина мұстақилігінің чизілген тарихы деген китабы темел алды. Проблема української історії полягає в тому, що ніхто не може її коротко розповісти. Украина тарихының ең қиын тарафы, оның кимсе тарафындан қысқа шекілде ифаде етілмегені. Несі бар оның деген фікірлер пейда ола, ама яқшы етіп түшінсек, әршей қарма-қаршы qola. Оның үшін языджы отырып, бұл тарихны адым-адым икая еті. Мына шымды де о менің қолымда. Бұл китап 2013 сенесінде шықты, алада бастырыла. 5 дақылық тизер октябрьнің сонында тақдим етілежек. Мади Дестек Украин Медени Вақфы тарафындан көстірілді. Сериал чекімлері есе кележек сене башланмасы бекленілі, ама ilk эвеля ятырымжылар тапылмақ керек. Халесе Зенедин, Селим Тохтаров, Тамара Каноненко, Максим Градобик, UATV.